Кішкене кейін кіргізу керек қой. Мына жерге ешқандай тасты төгілмеген ба неме әзір? Төгілген ба? Сайыз кезінде Грейдермен тегістеген. Бір рет тегістеп кеткен ғой грейдермен. Мына кісі сөйлейін деген ғой. Көше туралы өзіне жайып тегістеп. Кімге жаздыңыз осы уақытқа шейін? Әкімшілікке жаздық. 17-тен бері неде уәде береді, ақша аударылсын деді. Ақша аударылсын. Ақша аударылсын. Ат жөніңіз кім болады көке? Ат жөніңіз? Мамет Сүндіршілеу. Мамет Сүндіршілеу. Сіздерде көше мәселесі ғой, жалпы? Көше мәселесі кем мынау стол мәселесі. Мен аңа өзі құлайын деп тұрдым мына. Бір ау жерсіме құлайды да, стол бұлар мәлі. Бұл Қаракер, ә? Қаракер ауылы ғой. Қарақыр ауылы. Бұл көше қазір басын аяғына шейін осы ғой, жағдай, ә? Ане осы машина кіре алмайды бұяқ. Ар жақ қарап па? Оқушылы мектептеріңіз қай жақта сіздер? Мектеп о, О, мес жақта ғой, ә? Местің ар жағында. Майда балдарымыз, бала шағамыз осы лаймен Осы лаймен зардабын шегіп отырсыздар дейсіз ба? Құрғақ уақытында шаң тозаң. шаң. Ой, құрғақ уақытта шаң адам жет болмайды. Сәл жаңбыр жауса болды осындай лай. Жамайды балдар. Түсіндім. Тағы бір айтатын нелеріңіз бар ма аудандықтарға? Бір апта бұрын айтқанбыз. Мынау су басу мәселесі бойынша, иә? Қазіргі уақытта кішкене тартылып тұғы бияқтарыңыз, ә? Мына жерге шейін су келген ба деймін, мына жерлерге шейін. Мына өткені іздер тұрда судың. Мына бір мәңкіңізді зәктепті қойшы. Зәктегенде тола су. Мына қара мына. Әкімшілік ана оны бұдан март айында қосыңдар басында дегенімізде. Мақұл деген бір уақытта қосайын десе уже күйіп кеткенде мақұл. Онда анада істеп кеткен ғой. О, болды заңды ертең қосар уақытта қосамыз дегенде. Қосар кезде уже күйіп кетті деп отыр да уже. Түсінікті. Болды алдағы уақытта алимент желілерін салып, жоғарыдағылардың көмек сұраймыз. Мына көшеміз ғой, мына көше. 17-тен бері уәде береді. Қалай ақша аударылып жатыр, бірақ басқа жаққа бұрып кетіп жатыр да ақшаның бәрі. Сіздерге жетпей жатыр дейсіз ғой? Жетпей жатыр да біздерге. Болды көке, Құдай қаласа алимент желілерін салып, сіздің уәжіңізді жеткізуге әрекет қылайық енді. Барынша қолдан келгенше енді ол бір Алладан бірінші, екінші өзіміздің адамдарға бірлік болып айтар қуат берсін дейміз енді өзімізге. Бопты көке, жақсы, Құдай қаласа.